Сәлем қыздар, сіздермен қазір красный бархат пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн керек және салқын сармай керек, яғни тоңазытқыштан алынған сармай. Енді сармайымызды ұнға жақсылап аунатып, үккіштен өткіземіз. Әрбір үккіштен өткізген сайын ұнға аунатып отыруымыз қажет. Соңында осы сармайды үгітіп, яғни түйіршіктер жасаймыз. Енді осы үгітілген қамырымызға үстіне қопсытқыш саламыз, яғни разрыхлитель саламыз. Оның үстіне какао ұнтағын саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне кез келген қызыл краситель саламыз. Менде осындай краситель, ол барлық дүкендерден табылады. Және де қант саламыз. Менің қант салған видеом түспей қалған, өкінішке орай. Содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ортасын ашып, 6-7 ас қасық су құямыз. Енді барлығын араластырып, қамыр болғанша жақсылап илейміз. Бізде осындай жұмсақ, жылтыраған әдемі қамыр шығады. Сол қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуін кішкентай, біреуін үлкендеу қылып. Сол кішкентай бөлігін пакетке салып, мұздатқышқа, яғни морозильникке салып қоя тұрамыз. Енді табамызды дайындаймыз. Менде осындай 23 диаметрлік асты алынатын таба, сондықтан да пергамент қағазын төседім. Бірақ та жағын майлаймыз жақсылап, астында майлаймыз. Егер де сізде асты алынбайтын таба болса, онда барлық жерін жақсылап майлап, бетіне азғандай ұн сеуіп жіберіңіздер. Енді қамырымыздың қалған үлкен бөлігін осы табаға жақсылап теңдей етіп орналастырамыз. Жан-жағына бортиктер жасаймыз, және ол бортиктерінде тегістеп, түзеулеп шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне қант саламыз. Менде творожный сырдан креметті, және оның үстіне жұмыртқа салып, барлығын жақсылап блендермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Дайын салмамызды манағы табаға орналастырған қамырымыздың үстіне салып, бетін тегістеп шығамыз. Морозильникте кішкентай қамырымызды алып, үккіштің үлкен тішесінен өткізіп шығамыз. Қамырдың крошкалары барлық жерге біркелкі жайылу керек. 170-180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Піскеннен соң әбден суытып, табамыздан босатып, холодильникке 5 сағаттай қойып қоямыз. Ыстық күйінде кесуге болмайды. Осымен біздің красный бархат пирогымыз дайын, қыздар. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, өте дәмді шығады.